Сәлем балалар! 3 сынып әдебиеттік оқу 44 сабақ «Жер астында қала бар» тақырыбының жалғасы. Бірінші тапсырма ертегінің жалғасын тыңда. Алтын мүйізді киік ертегісінің жалғасы. Қаламызға жақын жерде терең сай бар. 20 жыл болды, сонда бір айдаһар мекендейді. Бүкіл ел жұртыңды қалаңмен жұтамын дейді, және сол сайдың маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір жандыны құтқармайды. Соған ешкімнің де күші жетпейді. Оны тек бұлдырмерген ғана жеңеді деген соң, халқымызға бір жақсылық бола ма деп сен іздеп шығып едім дейді ақсақалды шал жылап. Жарайды деп бұлдырмерген сауыт сайманын сайлап алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жер үсті мен жер астын жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына барады. Бұлдырмерген бойына бар күшін жинап, қолына 100 құлаш алмас семсер алып, айдаһар жатқан сайға келеді. Жотаға шықса, боран соғып тұр екен. Желдің қаттылығы соншалық, таудың екі бетіндегі тасты ұшырып кетіп жатыр. Бұлдырмерген қаһарланып семсерді беліне көлденең ұстап, күшті леппен тартып жатқан айдаһарға қарай жүреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың аузына бір-ақ апарады. Өткір семсерден айдаһар қимылдауға шамасы келмей қалады. Алай-түлей соққан боран да тоқтайды. Боран айдаһардың лебі екен. Айдаһардан жапа шеккен жұрт шат-шадыман қуанышқа бөленеді. Бұлдырмергенді қоршап алып, қошеметтеп қалаларына келеді. Ұлан асыр той жасайды. Алтын мүйізді шал: балам, сен өзі шаруа адамы екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Бізде мал да, дүние де, байлық та жетеді. Сен енді осында қалып, үйлен дейді бұлдырмергенге. Бұлдырмерген бұған көнбейді. Менің ауылым, туысқандарым бар артымда. Оларды тастап мен мұнда өз басымның жақсылығын күйттеп қала алмаймын дейді. Бұлдырмергеннің мұнда қалмасын көрген алтын мүйізді шал оған ханның қазынасынан көп алтын, асыл дүниені сыйға тартып аттандырады. Сөйтіп осыдан соң бұлдырмергеннің ауылда әлденіп, күн көрісін жөндеген екен дейді. Ертегі алтын мүйізді киік кітабынан алынған. Балалар, шығармада кейіпкерлердің сыртқы түрінің кескін келбетінің суреттелуі портрет деп аталады. Ал кейіпкерлердің мінезі, наным, сенімі, дүниеге көзқарасы қоса суреттелсе, оны мінездеу деп атайды. Екінші тапсырма: мәтінге сүйеніп және суретке қарап, бұлдырмергенге мінездеме бер. Бұлдырмергеннің киімі бөрікті, қаруланған, садақ ілінген. Аңшылығы: ол атақты аңшы болған. Батырлығы: бұлдырмерген батыр ғана емес, ол ақылды, ержүрек батыр болған. Халқына құрметі: халқына адал, қамқор, жанашыр болған. Үшінші тапсырма: ертегіге берілген жоспар дұрыс па? Қатесін тап. Мұнда алтын мүйізді киіктің өтініші, ғажайып көрініс, жер асты еліндегі той жоспары беріліпті. Ал
Дұрыс жоспар мынадай болуы қажет еді. Ең бірінші ғажайып көрініс, одан соң алтын мүйізді киіктің өтініші, ал ертегінің соңында жер асты еліндегі той деп жазылуы қажет. Төртінші тапсырма. Мәтін бойынша берілген суреттерге сәйкес келетін ертегі бөлімдерін болжа. Екі мәтінде де суреттер берілген. Ал бірінші суретке келетін болсақ, мұнда бүлдірберген алтын мүйізді киікті атуға оқталып тұр. Осы жерде ғажайып көрініс орын алады. Ал екінші суретте қарт пен бүлдірмергеннің әңгімелесуі. Осы жерде қарт бүлдірмергенге өтініш жасап тұрған сәті бейнеленген. Ал соңғы үшінші бөлімде айдаһарды бүлдірмерген екеуі алысып жеңу сәті. Ал төртінші суретте бүлдірмергенге халқының сый-сияпат көрсету сәті бейнеленген болатын. Балалар, осы бөлімдерге байланысты өз бетіңше әңгіме құрып көр. Бесінші тапсырма. Бүлдірмергеннің жер асты қала халқына пайдасы тиді. Ал сен өз қалаңды, ауылыңды көркейтуге қандай үлес қосар едің? Топ алдында сөйлеуге дайындал. Менің ойымша, біз өз қаламызды таза, әрі ұқыпты жанашырлықпен қарайтын болсақ, біздің тұратын қаламыз, ауылымыз көркейе түсер еді. Ал сен қалай ойлайсың? Өз қалаңды және ауылыңды қалай көркейтуге үлес қосар едің? Өз ойыңды айтуға дайындал. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және де осы каналға тіркеліп алыңдар.